армысыздар, жаңа сериал арнасының көрермендері. Жаңадан қосылған көрермендер, арнама қош келдіңіздер. Мен сіздерге махаббат ертегісі телехикаясының 65 және 66 бөлімдерін баяндайтын боламын. Ендеше бірге тамашалайық. Барлығы жеке жайға Севданың садақасына жиналады. Олардың қасына Махир де қосылады. Ферман өзін кінәлап, қиналып жүреді. Асаф Ферманды ұрып жібереді. Афет оған араша түскенде Асаф кемпіріне ол Севда үшін емес, әлгі қызға үйленемін деп талап қойды. Мен рұқсат бермегендіктен мінез көрсетіп жатыр дейді. Махир Ферманға алсаң еді, әйелінің қайтқанына 7 күнде өтпеді дегенде, Ферман оған Эфсананың іші үлкейіп кетті. Ол жақында босанады деп жатырғанда, Асаф бұл некеге жол бермейтінін кесіп айтады. Махир Ферманды тыныштандырмақ болғанда, ол Махирдің қалтасынан қаруды алып, өзімді өлтіремін, немесе рұқсат бер деп бопсалайды. Махир одан қаруды алмақ болғанда, аспанға оқ атылады. Мұны көрген Фатма есінен танып қалады. Бәрі оның жанына жиналғанда Ферман қашып кетеді. Махир Жанфизаны алып үйлеріне әкеледі. Екеуі тағы да ренжісіп, ол киімдерін жинап, біраз ойлану үшін бөлек кетуді ойлайды. Екеуі бір-бірін ойлап қиналумен болады. Гүлизар Севданы ойлап жылап отырады. Кенет оларға Ферман келеді. Гүлизар оған көңіл айтады. Кюршат Ферманнан мұндай уақытта нағып жүрсің дегенде, ол болса, біраз ойландым, ұят болса да айтайын деп, Эфсанаға қосылғысы келетінін жеткізеді. Гүлизар оған Севданың топырағы кеппей жатып деп жатырғанда, Эзра да оған қарсы шығады. Ол болса, жақында сәбиім туылады, не десеңдер де мен үйленуім керек деп райынан қайтпайды. Эфсана оған, сенің атанаң маған қарсы, мен онда бара алмаймын. Өзің айтып едің ғой, анаң Жанфизаны шатырдан құлатқанын деп байқамай айтып қалады. Эзралар мұны естіп шошып кетеді. Эфсана ол үйге бармайтынын айтады. Кюршат Ферманнан бұл қыз жаңа не деді дегенде, ол болса, мен қайдан білейін, ол жерде Гүлизарда болған дейді. Бәрі Гүлизарға қарайды. Кюршат қызына звондап нақтылап білгісі келгенде, Жанфиза оған өміріне араласпауын айтып, Махир екеуі қатты ренжісіп жүргенін айтады. Эзра мен Кюршат қонақ бөлмесіне келеді. Кюршат әйеліне неге бірден айтпадың дегенде, ол болса, сен де менен неке қияр алдында ханданға барғаныңды жасырдың ғой, менде видеосы бар дейді. Кюршат болса, азанмен сөйлесуге барғанын айтады. Гүлизар оған, сен менен жасырсаң да мен сенімен неке қидым деп ренжіп кетіп қалады. Хандан Салихке тойға алатын заттар тізімін береді. Салих оны көріп ыңғайсызданып қалады. Озан екеуі бірден қыз алу оңай дейсің бе дейді. Кенет Салихтың жұмысы шығып кетпек болғанда, хандан оған әлгі тізімді ұмытпауын тапсырады. Сараға бұл жағдай ұнамай тұрады. Ол Салихты шығарып тастағаннан кейін анасына, бұның не, оған бұның жағдайы көтермейді дейді. Салихке бір кісі звондап Рашид Кара туралы ақпарат табылғанын айтады. Хандан қызына, өз бағыңды біл, сенің қадіріңді білсін, біраз қиналсын дейді. Сара кетіп қалады. Бір кезде хандан Озанға, Гөкчеге бардың ба, жағдайы қалай екен деп сұрағанда, ол болса, мен оларға бақылауды ұстауды ескерттім дегенде, анасы оған, біз ол қызды сол жерге әрең қамадық, жағдайды бақылауда ұста деп бұйырады. Махир көлігінде ұйықтай алмай отырады. Кенет оған Салих звондап, Рашид туралы ақпарат тапқан, оның Гөкче Кара деген қызы барын, алайда оның мекен-жайы белгісіз екенін айтады. Махир есік алдында отырып, ұйықтаудан шаршап, кеңсесінен кетпек болғанда, оған Жанфиза звондап, есіктің алдында біреулер бар, есікті бұзып кірмекші деп өтірік айтады. Махир болса, сыртқа шығып қарап көр деп өтірік әзілдейді. Жанфиза болса, заттарды өтірік тарсылдатып, қорқып тұрған кейіп танытады. Махир бұл оның айласы екенін түсініп отырады. Ол болса, Махирдің келетініне қуанады. Асаф Афетке Севданың қазасына Ферман қайғырып жүргені жоқ, елден ұят болды, Фатманы үйіне қайтар дейді. Махир үйіне келеді. Ол үйдегі қауіпсіздікті көргеннен кейін кететін түр жасайды. Жанфиза қорқатынын айтып, оған қалуын өтінеді. Махир іштей қалғысы келгенмен, әйелінің айтқанына бола қалғандай ойнатады. Екеуі бір-біріне айласын жасайды. Осылайша екеуі татуласады. Махир Кюршатты кездесуге шақырады. Селим сенімен телефонмен сөйлесіп жатырғанда қайтыс болыпты. Баристің Гөкче деген қызы бар екен деп, Барис туралы тағы не білесің деп сұрайды. Ол болса, бар білетінімді саған айттым деп ағынан жарылады. Озан Кюршатқа келіп ертеңгі болатын шараға шақырады. Алайда ол онда жалғыз келуін өтінеді. Мұны Гүлизар естіп қояды. Махир анасынан Рашидтің отбасы бар ма еді деп сұрайды.
Сүрия оған: біз олармен ешқашан кездесіп көрмеппіз дейді. Озан анасымен әңгімелесіп отырады. Ол Ханданға: Салих көрінбей кетті ғой дегенде, анасы оған: енді Күршаттың қызын алу оңай ма дегенде, Озан оған: сені кейде шизофрениямен аурасың ба деп қаламын. Әйтпесе Сара Күршаттың қызы емес екенін біле тұра, өзіңнің өтірігіңе өзің сенесің. Бірақ сенің бұл өтіріктерің менің жоспарымды бұзатынын білесің бе дейді. Ол анасына: сен Күршатқа жақын болу мақсатында қызыңды пайдаланып жүрсің, алайда сақ бол деп ескертеді. Озан бұл кешке Жанфизаны да шақырады. Таңғы аста Хандан қызына: бүгінгі кеште көйлек топтамасын подиумға шығып таныстырасың дейді. Сара қуанып қалады. Махир Жанфизаның Озанның кешіне баратынын естіп қалады. Жанфиза әлбетте олмен салғыласады. Махир оған: не істесең де білгеніңді істе, кейін өкініп қаласың дейді. Сүрия Күршатқа келіп қызының отбасына араласпауын өтінеді. Салих Махирге Ханданның берген тізімін көрсетеді. Махир бұған таңғалады. Салих да бұндай қаражат жоғын айтады. Махир оған бұл мәселені шешетін жеткізеді. Ферман Фатмаға Эфсанаға үйленгісі келетінін, бірақ шарасыз күйде екенін айтып сырласады. Ол: анамды көндірсем әкем де көнереді дегенде, Фатма болса: мұны маған қалдыр деп Афетпен сөйлесуін ойлайды. Оларды Афет көреді. Салих пен Махир Озан туралы сөйлесіп отырғанда, Салихке Рашидтің қызы туралы ақпарат беріледі. Олар оның психиатриялық ауруханада екенін біледі. Афет Фатмаға: Ферманда не шаруаң бар, не туралы сөйлестің дегенде, ол болса: Ферманды Эфсанаға қосасың дейді. Афет оған асып жол бермейді дегенде, Фатма оны видеомен бопсалайды. Махир ой үстінде тұрғанда, кенет оған полицей звондап, Гөкчемен сөйлесуге мүмкіндік алғанын жеткізеді. Ол дереу сонда жол тартады. Күршат Озанға звондап, Жанфизамен араласқанда арақашықтық сақта деп Махирдің анасы оларға ескерту жасағанын жеткізеді. Жанфиза Махирдің сөздеріне ойланып отырады. Махир Гөкчеге келеді. Ол оған сұрақ қоя бастайды. Махир оның көзіне қарап қалғанда, Озанның бөлмесіндегі суреттегі қызға ұқсатып: Озанды танисың ба дегенде, ол шу шығарады. Махир кетуге мәжбүр болады. Ол Озан мен Рашидтің байланысы бар екенін түсініп қояды. Озан Жанфизаға келеді. Жанфиза болса бара алмаймын дегенде, Махирдің анасы үшін бе деп, Сүрия келіп екеуінің некесі бұзылудың шағалында деп айтқан сөздерін бұрмалап жеткізеді. Ол Махирді қарсы қойып, ойын бұрмалап, көйлекті әкелгенін айтып, мен үшін маңызды кеште киіп шықшы деп қолқа салады. Салих Сараға кешке келетінін айтқанда, ол қуанып подиумға шығатынын айтып, соған сай киініп келуін өтінеді. Салих Сараның біртүрлі болып жүргенін байқайды. Күршат бұл жиынға жиналып жатады. Кенет он Хандан әкелген жүзік туралы естігенде, оған ерегесіп Гүлизарды бірге алып кетуді шешеді. Махир үйге келгенде Жанфизаны таба алмайды. Ол болса әлгі жиынға Озанның берген көйлегімен келеді. Күршат қызына Махирдің рұқсатынсыз келгеніне наразы болады. Алайда Жанфиза тек көздегенін айтады. Озан Саралардың жадына келгенде, Сара одан: подиумға қашан шығамын деп сұрайды. Ол болса көйлекті басқа біреу киетінін жеткізеді. Кенет ол жерге Жанфиза кіреді. Хандан оны көріп көңіл түсіп кетеді. Махир әйеліне звондап ала алмайды. Кенет оған Салих звондап, Жанфиза осында екенін жеткізеді. Ол ашуланып сол жерге бармақ болады. Афет ферманмен келіп Эфсананы алып кетпек болады. Алайда Эзра оған қызды бере алмайтынын айтады. Екеуі ұрсып қалады. Афет Ферманға: бұл қыз бізге келін болып келе алмайды дегенде, Ферман Сүрияға: жеңге бірдеңе десеңші деген кезде, Сүрия Афетке келіп: сенің ұлың жоқ, неге бұған қарсы боласың деп, Ферман Афеттің туған ұлы емес екенін айтып қояды. Бәрі шошып кетеді. Мерекелік кеште қыздар сән топтамасын көрсетіп жатқанда, Күршат Сараның жоғын байқайды. Жанфиза шығуға дайындалып жатырғанда, Сара оған келіп: бүгінде басты рөлді сен алып кетіпсің дейді. Дәрітханаға келгенде, Хандан оның басынан соққы жасайды. Ол есінен танып қалады. Сара Жанфизаны қызғанып ұрыс шығарады. Кенет Жанфиза бұл көйлекті Сараға беруді ойлап жатқанда, Озан келіп, Жанфизаға: қазір сенің кезегің деп алып кетеді. Гүлизар есін жиып ол жерден шықпақ болғанда, есіктің жабық екенін көреді. Махир де сол шараға келгенде, Жанфизаның подиумға шыққанын көреді. Махир оны көріп жынданып тұрады. Ол әйеліне келіп, дереу сахнадан түсуін талап етеді.